Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді ауызда еритін бикеш саусақтары тортын дайындаймыз. Ол үшін алдымен ыдысымызға су құйып, сармай қосып, азғантай тұз сеуіп шым-шым отқа ертіп аламыз. Майымыз еріп, суымыз қайнағаннан кейін ұн қосып, жақсылап біріккенше араластырамыз. Тез-тез араластырыңыздар. Арасында түйіршіктері қалып қоймауы керек. Осылай суы шығып кеткенше араластырамыз. Астында бір слой қамыр қалу керек, жабысып ыдысқа, сол кезде дайын деген сөз. Міне осылай бір слой қамыр қалу керек, сол кезде дайын. Енді миксердің ыдысына салып, миксердің орташа жылдамдығында араластырамыз, суытып аламыз осылай. Суығаннан кейін бір-бірдеп жұмыртқаны салып отырамыз. Жұмыртқаны салып болған соң жақсылап біріккенше араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын, міне осындай қамыр шығуы керек. Кондитерлік мешокқа басы дөңгелек насадка кигізіп, осылай қамырымыздың барлығын салып аламыз. Пергаментке немесе силиконовый коврикке осылай жайып сығып шығамыз. Өз қалауыңызша сығасыздар. 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Біздің тестамыз дайын болды, пісіп шықты. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки керек, қант ұнтағы, сгущенка және қаймақ қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Крем болған кезде тоқтатамыз. Қатты араластырып берудің қажеті жоқ. Қатты қою масса керек емес. Осындай сұйық болса болады. Енді піскен бикеш саусақтарымызды осылай кремге батырып, әрқайсысын осылай қатар-қатарымен жинап шығасыздар. Осылай подложкаға немесе тарелкаға жинасаңыздар болады. Ганашыны, шоколад пен сливкиді микроволновкадан ертіп аламыз. Менде осындай 3 ыдысқа шықты. Енді осыларға ганаш жағып шығамыз. Осымен дамский пальчики тортымыз дайын. Дайындап көріңіздер. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.